Бүгін сайыстың 9-шы күні жігіттер 900 километрді артқа тастады. Ең қиын кезең бұл. Кейбір жігіттер адасып кетті, ал Ақтөбе облысы бір жылқысынан айырылып қалды. Сонымен біз Түркістан облысындамыз. Сәттілік тілейміз барлығына. Аттары сүрін берсін, өздері әрдайым орындардан көріне берсін. Ал кімге жан көрсіз? Құдамызға. Құдаңыздың аты кім? Әлайдарайға жан көйерміз. Бірінші орын алып келіп. Әлайдараға ма? Онда давай битейік қараңыз. 1-2-3 дегенде Әлайдар алға. Әлайдар деген құда красавчик сияқты ғана. 1-2-3 Әлайдар ағай, шола қорғаннан, Түркістаннан. Әлайдар ағаның әйелі бар ма? Әйелі жоқ. Әйелі жоқ. Әйелі бұл жерде жоқ. Негізі әйелі бар. Негізі әйелі бар. Бірақ бүйірде жоқ. О кісі көрсе қызғанбай ма? Жоқ. Біздің аттарымыздың өзі келатыр. Біз аттарды қинаған жоқпыз. Атымызға қамшы да берген жоқпыз. Қызық әлі алды. Туған туыстарыңыз келді ме осы жерде? Бәрі де. Бәрі осында. Аудан әкімі менің немере ағам. Екеуміз ағайымыз екеуміз. Қызықта болды. Балет етіп отыр. Бәрі келді. Бір шалдың балаларымыз. Ол әкім мен қойшы дегенде. Тем более өзіміздің жерге қарай тартып отырады. Сезіп тұр ма? Сезіп отыр. Күннен күнге. Енді бұлай қарай күнде бірінші өтіп отырамыз енді. Құдай қаласа. Кеше Қызылорда облысы концерт бағдарлама мероприятие ұйымдастырып күтіп алды дедім, дұрыс па? Енді ол шабандоздар білмейді ғой, ол бұяқта не ұйымдастырылып жатқанын. Қазір енді Құдай қаласа кешкісін болады. Барлық шабандоздар келсін, аттар суытылсын, концерттік бағдарламамен іс-шаралар ары қарай жалғасын табады. Ассалаумалейкум жігіттер. Еріктісіздер ғой, иә? Иә. Еріктісіздер? Иә, айта бер. Өз еріктеріңізбен жүрсіздер ма? Иә, өзіміздің. Осы Созақ ауданының еріктілеріміз ғой. Просто мен ойладым да, біреу сіздерді мәжбүрлеп осы ерікті деген футболканы кигізіп алып жүр. Онда емес, иә? Жоқ. Болды, жақсы онда. Екінші жұмысыңыз акиматта емес? Жоқ. Бәсе болды. Мұғалім емессіз? Мұғалім емеспін, но мамандығым физрук. Мамандығым физрук. Жақсы. Ол жақтан жүріп жатқан жоқ? Жоқ. Болды, жақсы онда. Әйтпесе, көрдіңіздер ма, аманат партиясы да. Егер біреу тисе айтасыз ғой. Жалықтыңдар. Мен күнде келем да, сендерге күнде келем, жалықтыңдар. Уже андай сұхбатта белгілерің келмейді. Бере береміз ғой. Жақсы ғой. Бере бересің, ә? Қалай болды? Түркістан қалай күтіп жатыр? Әлі көрген жоқ. Жаңа келіп жатырық қой. Бұйырса көреміз. Міне сор, мына жерде бар ғой, дұрыс қоймаған мына жерге дейтін. Ана жаққа қою керек еді ғой, мына сордан кешіп өтіп атқа қиын болды бүгін дейтін. Біздің аттарға қиын болды. Біз емес, тіпті ар жақ бетте Ақтөбенің аттарына да қиын болып жатыр. Маршрут қиын и расстояние ұзақ болып кетті ғой. 70 километр. И маршруттың өзі сор, құм, шаң, дала. Күн мен ай, түн өтпестаған ертеңгігін, суға соғып қап ертеңгігін. Мына ән не туралы? Мына ән не туралы? Білмеймін. Өкінішті жағдайларды айтады. Қандай өкінішті жағдайлар деген не мысалы? Қызы тастап кеткенде. Бізге вообще басқа андроидқа, жаңа телефонға загрузка жасаған кезде басқаша жасалған ба түсінбедік. Сол линиямен барып, біз вообще Тайқоңыр деген ауылға бардық. Тайқоңырдан осы жерге дейін келгенімізде бүгінгі күніміз düzde 28 километр жүріп тұрық. Сол себептен құмның ішіне тап болып, осы маршрутта контроль ететін адамдар бізді сол Тайқоңыр ауылынан кейін қарай бұрып, сол кезде получается габразны жүріп, düzde 28 километр жүріп, жарты жолда бір атымызды алып тастауға тура келді. Себебі бұл қатты жүріс болып кетті. Біз бұл жерге атты өлтіру үшін келген жоқпыз. Бұл жерде енді шамалы шекіліктер болды ма, мына ұйымдастыру жағынан. Екі команда тура келді, екі команда. Енді бұны білмеймін, енді бұл қалай болған. Ол алып тастаған уақытты атқа күш қылып құйып бере алмайды. Ат себебі күшін жоғалтып алды, адасып кетіп. Ол маған қазір уақыттың маңыздысы емес, алғаны, бергені, қиғаны. Себебі атқа ол уақытты күш қылып қанына я денесіне құйып бере алмайды. Ат сарқылып қалды қазақша айтқанда. Сіз барлықтарыңыз әртүрлі жолмен келдіңіздер, иә? Әртүрлі, бәрі мына жерде бүгін адасып келе жатыр. Бағана ұйымдастырушылар да айтты ғой, бүгін жол қиын болады, маршрут.
шынымен ақ адастық. Әйтеуір жеттік қазір. Жақсы. Неше жауап кірдіңіздер? 5-ші ме? 5-ші кірдік деді аға. Жамбыл облысы ше? Жамбыл облысы, Шығыс Қазақстан, қайсысы тағы Абай көрген жоқпыз ешкімді. Біз мына ана жаңағы немен бірге келдік. Қызылорда облысы бар ғой? Иә. Сол командамен бірге екі команда адасып, екеуміз бір-бірімізді айтып сүйреп келдік қой. Енді басқа командалардың көбі адасып кетіпті. Енді ішімізде белесіп еткелі жатыр. Соның ізінен, тағал аттың ізінен адаспау керек қой. Бұл жерде балдардың да көрегендігі керек қой. Үстінде отқан балдар қырағы болу керек. Алдындағы шаңдан қарып, жел қай бетінен ұрып келе жатыр. Мына бетінен ме, желкесінен бе, ол да балаға сын, атбегі балдарға, ат шабарларға. Сондай ол жағдайлар көкелер үйретеді. Баяғыда жер басқан, далада атпен жүрген. Ал туған жерге келіп енді мауқымдарыңызды басып жатсыздар ма? Бұл бүгін 1-елуліктен бастап біз бұл үш ұйықтасақ түсімізге кірмеген. Өзіміздің Созақ ауданы шекарасына 1-ші басамыз деп. Сонымен 9-шы күн аяқталды. Бүгін ең қиын кезең болды. Өйткені жігіттердің көбі адасып кетті. Енді жалпы есеп қорытындысы: бірінші орын Ақтөбе облысы 77 сағат 21 минут 10 секунд, екінші орын Маңғыстау облысы 77 сағат 31 минут 19 секунд, үшінші орын Жетісу облысы 79 сағат 52 минут 5 секунд, төртінші орын Қызылорда облысы 81 сағат 8 минут 10 секунд, бесінші орын Түркістан облысы 81 сағат 51 минут 35 секунд, алтыншы орын Шығыс Қазақстан облысы 85 сағат 9 минут 46 секунд, жетінші орын Жамбыл облысы 88 сағат 35 минут 13 секунд және 8-ші орын Абай облысы 94 сағат 21 минут 35 секунд. Бүгінге жалпы ақпарат легі осындай. Ертең Жалғыз жолаушы YouTube арнасында көріскенше.